Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Менің каналыма жазылып жатқандарыңызға, жалпы көптеген тақырыптарға сұраныс жасап жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамын. Және де бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, бүгінгі менің каналымда ең көп сұранылатын видеоның бірі ол овуляция деген не? Овуляцияны қалай санаймыз деген сұрақтар күнде бір хат келетін шығар. Соған мен жауап бергім келіп отыр. Бұл видео екі бөлімнен тұратын болады. Жалпы овуляция деген не деген тақырыпқа жауап беремін бірінші видеода. Екінші видеода оны санап үйренеміз. Егер сіздерге қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Жалпы овуляция дегеніміз әйел ағзасында менструалдық циклге байланысты процесс болып табылады. Ол сізде менструация егер қалыпты келетін болса, айына бір рет, уақытылы, мысалы 30 күнде бір рет, немесе 28 күнде бір рет келетін болса, сізге овуляцияны санау оңай болады. Және де овуляцияны санап, сіз жүкті болуға болады. Өйткені сіз мен видеомды қарап отсаңыз, сіз яғни ол жүкті бола алмай жүрсіз, немесе жүктілікті армандап, ойланып, жоспарлап жүрсіз деген сөз. Сондықтан мен сіздерге түсіндіріп өткім келеді, овуляция деген не екен? Овуляция дегеніміз ол менструалдық циклге байланысты процесс. Айына әйелде овуляция негізі бір рет болады. Бұл әйелде екі жұмыртқалар болады. Сол жұмыртқасында әйел өмір бойы жұмыртқа жасушасы бөлініп отырады. Айына бір рет бөлініп отырады жұмыртқа жасушасы. Ол бөлініп отыру үшін көптеген гормондар қатысады әйел ағзасында. Егер әйелде менструалдық циклы қалыпты болатын болса, ол овуляциясы да қалыпты деген сөз. Егер менструалдық цикліңіз дұрыс емес болса, 2 айда, 3 айда дұрыс емес келетін болса, әрине овуляцияңыз да бұзылған деген сөз. Ол қашан болып жатыр сіздің ағзаңызда, ол қай уақытта болып жатыр, сіз біле алмайсыз, сол жері қиынырақ. Егер уақытылы келетін әйелдерге ол өте оңай, овуляциясын санау, мен оны сіздерге үйретемін. Жалпы бұл овуляциясыз жүкті бола алмайсыз. Маған көптеген хаттар келеді, овуляция деген не, оған не қатысы бар жүктілікке. Егер овуляция күнін білмесеңіз, сіз ол жүкті болу қиын болады сізге. Өйткені менструалдық цикл уақытында, менструалдық циклдан кейін сіз жүкті бола алмайсыз. Овуляция ол менструациядан кейін бірінші күннен санаған кезде ортасында болады. Яғни сізде 28 күндік цикл болса, 14-ші күні болады. Сізде айдың бірінші айында болса, 14-ші күні, яғни овуляция деген сөз. Және де қыздар, овуляция бір қызығы әйел адамда жұмыртқа жасушасы сперматозоидты, яғни аталық ұрығын жатыр түтікшесінде бір-ақ күн күтеді, бір-ақ тәулік күтеді. Шынына келгенде ол 24 сағат. Бір кездер болуы мүмкін, ол 2 күнге дейін күтуі мүмкін. Ондай жағдайлар аз кездеседі. Орташа есеп бойынша овуляцияда әйелде жұмыртқа жасушасы аталық ұрығын бір тәулік күтеді. Яғни сіз бір тәуліктен кейін бұл жұмыртқа жасушасы өз өмірін аяқтайды деген сөз. Солай, бұл овуляцияны жалпы сіздерге түсіндіре өтсем, ол 2 гормонға байланысты өтеді. Тікелей 2 гормон. Фолликулостимулдеуші гормон және де лютеиндеуші гормон. Фолликулостимулдеуші гормон сіз менструалдық циклдан кейін және де өзін фолликулостимулдеуші гормонын бөліп, жұмыртқа жасушасының пісіп жетілуіне, жұмыртқаның ішіндегі жұмыртқа жасушасының пісіліп жетілуіне көп қатысады. Ол бөлінген сайын жұмыртқа жасушасы 2 сантиметрге дейін өсіп, жұмыртқадан атылайын деп тұрады. Екінші фазасы болады, фолликулостимулдеуші гормонды лютеиндеуші гормон ауыстырады. Ол ауыстырған кезде эстроген деген гормонның арқасында екеуі қосылып, жұмыртқа жасушасынан жұмыртқадан жұмыртқа жасушасы бөлініп шығады. Жаңылып башқа ұқсап кетті, бірақ сіздерде жұмыртқаларыңыздан әйелдің жұмыртқа жасушасы бөлініп шығуына лютеиндеуші гормон әсер етеді. Жалпы осы процессті әр ай сайын бір рет қана болып отырады бұл процесс. Бұл процессті білсеңіз, қай кезінде болатын, сіз өзіңіздің овуляцияңызды біліп отырасыз, яғни жүкті болуға сол айдағы жүкті болуға болады санап.
Жалпы овуляция болып жатқанын қалай білеміз? Жаңа санап білуге болады. Одан кейін базальдық температура дейді. Әйел өзінің тік ішегінде температурасын ай сайын өлшеген деген кезде, дәл сол овуляция болатын бір күн бұрын базальдық температура әйелде көтеріледі. Бізде барлық адамдарда температура 36,6 болатын болса, әйелдерде базальдық температура овуляция кезінде 37-те 5-ке дейін жетуі мүмкін, жоғарылап кетеді 1-2 күнге. Ол кезде овуляцияны ұстап алуға болады сіздерге. Содан кейін әйел жыныстық қатынасқа деген ынтасы болады. Өйткені овуляция кезінде өзімізді Алла солай жаратқан, адам көбею үшін, нәрестелер туылу үшін дәл овуляция кезінде әйелдің жыныстық қатынасқа деген сезімі ашылады. Өте қатты ашылады. Сол кезде көптеген бөліністер болады әйелде. Бөліністер болады. Ол дегеніміз овуляция жақындап келе жатыр деген сөз. Сол күндері сіздерге талпынуға болады. Ал енді барлық овуляция туралы процесстерді мен сіздерге түсіндірдім. Енді екінші бөлімде тек қана есептеу ғана қалады. Сонымен овуляция барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын деген ойдамын. Жалпы бүгін овуляцияны санау үйренеміз, қыздар. Көбінесе жүкті бола алмай жүрген, жүктілікті армандап жүрген қыздар болсаңыздар, мен сіздерді түсінемін. Менде де басымда болған ондай. Менде де овуляциямды дұрыстап, менструальдық циклымды есептеп жүрген кездерім болған. Өйткені ана болу барлық әйелдің арманы. Барлық әйелдің мақсаты өмірге келгенде, былайынша айтқан кезде. Сондықтан мен барлық әйелдерге осы овуляция қалай санау керек екенін ұсынғым келеді. Сіз менструальдық цикліңіз егер қалыпты болса, 30 күнде бір келетін менструальдық цикл, немесе 28 күнде бір келетін болса, кейбір әйелдерде болады 32 күнге дейін болуы мүмкін, ол да қалыпты деп саналады. Қалыпсыз овуляцияны санай алмайтын цикл, ол 28 күннен артық, яғни 2 айда, 3 айда бір келетін менструальдық циклдар бар. Ол кезде сіздер гормондық ауытқулар болуы мүмкін. Ол эндокринолог маманы арқылы сіздер сол цикліңізді бірінші дұрыстап аласыздар, сосын барып овуляцияны санауға болады. Оған дейін овуляция сізде қай кезде болып жатыр, оны тек бір Алла біледі. Өйткені сіздің цикліңіз дұрыс емес. Егер сізде менструальдық цикліңіз ай сайын болып жүретін болса, ал мен видеомызды тыңдаңыздар. Бірінші менструальдық циклдің бірінші күнінен сіздер содан санайсыздар. Бірінші күн, мысалы, айдың басында келдік. Бірінші санында келдік деп. Бірінші күні. Одан кейін сіздер 28 күндік цикл болса, 14 күнді санап аласыздар. 1, 2, 3, 4 деп 14-ке дейін санап аласыздар. 14-ші күні сізде болатын овуляция болуға, яғни сол күнге ең ыңғайлы күн деп есептеледі 14-ші күн. 14-ші күні овуляция, мен сіздерге қайталап айтып өтейін, ол жұмыртқа жасушасы тек бір тәулік қана өмір сүреді. Яғни сіз бір тәуліктен кейін жұмыртқа жасушасы ол өзінің өмірін аяқтайды. Бірақ бір жақсы жері, аталық ұрығы сперматозоидтар бір күн емес, ол 5 күнге дейін, кейбір мәліметтер бойынша 1 аптаға дейін жатыр ішінде өмір сүре алады екен. Яғни бұдан не тұжырымдауға болады? Сіз егер күйеуіңізбен жыныстық қатынаста болсаңыз, баланы армандап жүрген болсаңыз, мысалы циклдың 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші, 16-ші күндері егер әрекет жасасаңыздар, сол кезде, сол күндері жалпы осы 5 күнде овуляцияның болған кезде, яғни аталық ұрығы 5 күннен 7 күнге дейін өмір сүреді дедік. Сіз егер циклдың 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші, 16-ші күндері жасап көрсеңіздер, ол күндер ең ыңғайлы күндер болып саналады. Өйткені овуляция 14-ші күні болып тұр дейміз. Мысалы, егер сіздер 12-ші күні болсаңыздар, сперматозоид жаңағы жұмыртқа жасушасын сол маткада күтіп тұруы мүмкін. Күтіп тірі тұрады, және тірі тұрған сперматозоид барып жұмыртқа жасушасымен қосылады. Осындай болады. Егер тек овуляция күн емес, овуляцияға дейін 2 күн, овуляциядан кейін 2 күн санасаңыздар, және овуляция күн санасаңыздар, осы 5 күннің
күннің ішінде тырысу керек, яғни қысқаша айтқан кезде осы 5 күннің ішінде тырысу керек. Егер сізде циклыңыз 32 күннен тұратын болса, сіздер 15-ші күнді аласыздар. 15-ші күнді овуляция күні деп аласыздар. Яғни 2 күн алды, 2 күн арты. Сонымен сол күндері 5 күн бойы тырысып көресіздер. Сол кезде бала жасауыңызға ең ыңғайлы күндер деп саналады. Қыздар осы барлық овуляция дегеннің жауабы сол. Басқа ешкім сіздерге басқа информация бере алмайды. Өйткені бұл ғылыми барлық жерде дәлелденген нәрсе. Әйелде овуляциясыз жүкті бола алмайды. Кейбір әйелдер бар гормоналдық ауруларына байланысты. Бұл әйелдер жалпы жүктілік, бедеулікке алып келіп жатыр. Өйткені овуляциясы жүрмейді. Жаңағы фолликул стимулирующий гормон, лютеин деуші гормондары дұрыс жұмыс істемегендіктен осындай бедеуліктеге алып жатыр. Егер сіздер бастарыңызда ондай жоқ болса, менструалдық циклдарыңыз уақытылы келетін болса, осылай санап овуляцияны анықтап отыруға болады. Сіздерге ұнаса, видео ұнаса лайк қойыңыздар, мен каналыма жазылыңыздар, және де осы видеоны таратыңыздар. Үлкен рахмет, сау болыңыздар.